Ассалаумағалейкум қазақтарым, мен алдында өзім сайтыма жазған едім, қалай умраны арзан жасауға болатын. Адамдардың сана сезімі әртүрлі, ой өрістері әртүрлі дамыған, сондықтан ешқайсысы ұқпаған сияқты қайта сұрақтар қойып жатыр. Сосын енді видеоға түсіруге әрекет еттім. Қазақтарым, мына умра мен қажылықты біздің мына ұятсыз ар ұятын шайтанның ақшасын сатқан мына турфирмалар ойыншыққа айналдырып жүрді, бизнес жасап жатыр. Қазір умра қажылық дегенге иттің итақайы барады. Қасиеті кетіп қалды умраның да қажылықтың да. Тыржалаңаш жүрген әйелдер, қыз-келіншектер қажылыққа умраға барады да қайтып келгеннен кейін үстіндегі хиджабты да намазын да лақтырып тастайды. Ойыншық болып кетті. Бұған ең бірінші кінәлі мына турфирмалар, халықтың бәрін алдап жүрген, ақша үшін ұяттарын сатып жүрген турфирмалар кінәлі. Бұрал халықты алдайды. Мысалы, қазір рекламаларын көресіздер, ата-анасын қосып қойды, ата-ананың ризашылығын алу үшін умраға алып барып кел дейді, не қажылыққа барып кел дейді. Немесе мына мүфтияттың басқаны айтпағанда ұятсыз турфирмасы бар, Мәкках Травел деген. Бұлар халықты алдап Мекке мен Мединаға алып барады да, апару үшін былай деп реклама береді. Бүкіл дүние жасаған дұғаларың 100% қабыл болатын жерге барыңдар дейді. Бұл ақмақ надандар Аллахтың үйіне осылай алдап шақырады. Ал енді дұғаны қабыл ететін Аллах тағала 100% ешқашан да қабыл болмайды. Кімдікін қабыл етеді, Алла тағала ешкімнен сұрамайды, өзі біледі. Сондықтан да мұндайларға сенбеңіздер, байқаңыздар, бұл ойыншыққа айналдырмаңыздар. Егер ниеттеріңіз дұрыс болса, ақшаларыңыз болса, сонда ғана барыңыздар. Енді басқаны айтпағанда, мына қазір алаяқтар да ұсталып жатыр, турфирмалар. Жүздеген адамды алдап кеткен, ақшаларын алып, лақтырып кеткен. Сондай-ақ мына біздің ұятсыз мүфтият бастаған турфирмалар, мысалы, қажылықты $7,000 сатып жатыр. $6,700 сатып жатыр, ең арзаны. $6,650 ең арзаны. Ал енді мына тұрған Россияда, Москвадан баратындарға $4,990 ғана. Разницасы $1,700 болып табылады, $1,750. Сонда Россиянікі неге арзан, біздікі неге қымбат? Өйткені біздің ұятсыз турфирмалар баратын адамдардың арқасында ақша жасап жатыр. Қаншама адамдар жылап жатыр, мысалы, қажылыққа умраға барған, далада қалып жатқандар бар, тамақтары дұрыс болмай жатқандар бар, дұрыс умра жасай алмай жатқан адамдар бар, жылап жатқандар. Мына интернет оқып отырсаң, көптеп кездеседі. Сондықтан да умра жасайтын болсаңыздар, мен қазір сіздерге бәрін көрсетем. Өздеріңіз жасаңыздар, турфирмаға ақша бермеңіздер, паразиттерге, оңбағандарға. Өздеріңіз жасаңыздар, көп арзанға түседі. Қажылықты енді еріксіз турфирмалар арқылы жасайсыздар, өйткені қазір мына мүфтиятта, Саудияда солай бекіттіріп тастаған, қажылықты тек турфирма ғана. Ал енді умраны кез келген уақытта өздеріңіз жасайсыздар. Ал енді умра жасау үшін ең алдыменен фотоға түсіңіздер, фонға арттарыңыз ақ болу керек. Сосын қазір мен көрсетем, осыны ұғып алыңыздар. Мына турфирмалардың ұятсыздығы сондай, мен ұмытып бара жатыр. Мына Атлас деген фирма, турфирма бар, былай реклама береді. Сізге Атлас компаниясы 139.500 теңге тұратын қаржы пакетін сыйлыққа береді дейді. Бұл алаяқтар халықты осылай алдап жатыр. Бұл ғана 139.500 теңге тұратын пакеті басқа турфирмаларда тегін беріледі. Бәрі тегін жасалады. Адамды бұлар халықты осылай алдайды міне. Виза жасау үшін ең алдымен мына сайтқа кіресіздер. Мұнда регистрация жасау керек. Өздеріңіздің электронды адресті кіргізесіздер, пароль жазасыздар, мына номерді кіргізесіздер. Бұл номерді ауыстырып отыру керек, өйткені ескіріп қалса кіре алмайсыздар міне. Сосын авторизацияны басасыздар.
18 414 дейді авторизация. Сосын сіздерге код подтверждение жібереді, электронный адреске. Соны алыстан мынаған басып, сосын авторизацияны басасыздар. Сосын әрі қарай оп-оңай орысша жазылған фотоны кіргізесіздер, фотоларыңызды, фамилия, аттарыңызды бәрін жазасыздар, документтің номерін жазасыздар, паспорттарыңыздың. Сосын 145 доллар төлейсіздер по курсу. Сосын сіздердің электронный адреске визаларыңыз келеді. Одан кейін гостиницаны іздеу үшін, гостиницаны іздемей тұрып бірінші билет іздеу керек міне. Мұнда booking.com-ға кіресіздер. Жанында авиабилет деген пункт бар. Раздел оны ашасыздар. Отдельно. Сосын қайда барасыздар міне. Мекке деген бара алмайсыздар. Мекке емес, алдымен Жидданың аэропортына бару керек. Оның үшін Жет деп жазасыздар. Ж-Е-Д. Сосын Жидда деп шығады. Қате жазып қойып кешіресіздер. Алматыдан Жиддаға жетті. Сосын мұларға датасын жазасыздар. Ертерек билет алсаңыздар, арзанға түседі. Мысалы, жазайық 16 майда ұшасыздар, 27 майда қайтасыздар. Неше кісіге міне, 2 кісіге ме, 3 кісіге ме жазасыздар мұларға. Сосын іздейсіздер билетті міне. Содан кейін мұнардан примерный бағалар шығады. Көресіздер. Сіздерге ең бастысы мынандайға орнып қалып жүрмеңіздер. Көрдіңіз бе? Мынаның ішіне жазылған мынау рюкзак, мынау ручной кладь дейді. Мынаның ішінде багаж жоқ. Егер осындайда арзан қалсаңыздар, онда сіздер ұтыласыздар. Аэропортқа барған кезде ақшаны сыпырып багаждың әрбір килограммы $5 доллардан. Сондықтан да мынандай іздеу керек міне. Міне. Рюкзак, ручной кладь, сосын міне чемодан. Көрдіңіз бе? Басасыз, міне сонда міне шығады міне. Міне. 20 килограммнан. Көрдіңіз бе? Міне. 2 кісіге 615.413 теңге дейді міне. Міне. Ал егер мұнда қарайсыздар, жаңа Air Astana арқылы ұшып тұр ғой. Ақымақ болып қалмас үшін, міне Air Astana'нің сайтына кіріп іздейсіздер. Міне. 16-сында барасыздар. Жаңа қашан дедік? 27-сінде қайтасыздар міне. Енді іздейсіздер міне. Резидентті басасыздар міне. Қазақстанның адам екеніңізде, сосын мұнымен іздейсіздер міне. 2 кісіге эконом. Алдымен ең бірінші билетті шешіп алу керек. Қашан арзанға түсетін. Мынаны басасыздар, плюс-минус 3 күн арасын іздейді. Содан кейін Air Astana'ның бағасы шығады билеттерінің. Егер ұнаса арзанын іздейсіздер, одан кейін міне гостиницаны іздейсіздер. Міне орда міне сначала самая низкая цена дейді. Содан кейін міне көрдіңіздер міне 11 күнге міне бар жоғы міне 57 мың ғана тұр міне. 57 мың теңге ғана міне. Қайсысы ұнайды? Қарайсыздар міне мынау міне Әл-Харамнан 2-3 километр дейді. Мынау 2-3 километр дейді. Соны мына 5 километр жерде дейді. Автобус бар ма, жоқ па, соны білесіздер. Мысалы, міне, мынаған керек, міне. Қарайсыздар, міне. 2 кісі, міне, 2 односпальный кровать дейді. 2 кісі болсаңыздар, міне, 132 мың теңге, оған 23 мың налогі бар.
егер ұнамаса, кейін басқа номер, басқа гостиница тауып алсаңыздар, арзан, онда отмена жасайсыздар. 8 майға дейін тегін отмена жасау болады дейді. Содан кейін обязательно мына отзывтарды оқисыздар. Мұнда көрдіңіз ба, Wi-Fi-мен проблема бар екен, бірақ Wi-Fi сіздерге немене керек ол? Сим-карта сатып алуға болады, бәрі жазылған. Оқып шығасыздар, осылай таңдайсыздар. Алла тағала жолдарыңызды жеңілдетіп, ниеттеріңіз қабыл етсін.